Тәжірибелік сабақтың тақырыбы білім алушыларға оқылым және мәтін талдау тапсырмаларын талдап үйрету. Сабақтың мақсаты оқыту үдерісінде мәтін талдату, оқыл мәтінмен жұмыс жасатудың әдіс тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыру. Сабақ басында қатысушылар психологиялық ахуал тілек әдісі арқылы шоколадта жасырылған атауларды оқып, сол атауларға жақсы баға беріп тілек айтады. Жалпы атаулар бойынша қатысушылар топқа бөлінеді. Қатысушыларға тәжірибелік сабақтың тақырыбына байланысты бірнеше сұрақтар қойылады. Сабақ ортасында дәріс оқылады. Мәтін талдау туралы жалпы мағлұмат бере отырып, оны талдаудың 7 қадамы түсіндіріледі. Оқылым мәтінін талдау барысында білім алушылар ең алдымен мәтіннің формасына тоқталады. Мәтіннің формасы ауызша және жазбаша болады. Мәтіннің түріне талдаған кезде білім алушылар мәтіннің 3 түрін анықтау қажет: суреттеу, баяндау, талқылау немесе пайымдау. Мәтіннің 3-ші кезең талдауында білім алушылар мәтіннің кімге арналып жазылғанын анықтайды. Мәтіннің мақсатын анықтау үшін білім алушылар сол мәтінге бұл мәтін не үшін жазылған, немесе мәтіннің қызметі қандай деген сұрақтарға жауап іздеулері қажет. Мәтін талдаудың 5-ші қадамы оның жанрын анықтау. Мәтінді талдаудың 6-шы қадамында білім алушылар мәтіннің стилін анықтайды. Стилін анықтау үшін мәтіннен нақты сол стильге қатысты ерекшеліктерді көрсететін дәйек сөздерді дәлел ретінде табулары қажет. Мәтін талдауының үлгісі ретінде қатысушыларға дербес компьютерде жұмыс жасау және техникалық қауіпсіздік ережелері тақырыбындағы мәтін беріліп, үлгісі көрсетіледі. Талдаудың 7-ші қадамы мәтіннің тіліне назар аударамыз. Мәтіннің тілі 3 деңгей бойынша жеке-жеке талданады. Бірінші деңгей морфологиялық деңгей, яғни сөз деңгейі. Екінші синтаксистік деңгей, яғни сөйлем деңгейінде. Үшінші мәтін деңгейі, немесе мәтін құрылымына толық талдау жасаймыз. Морфологиялық деңгейде мәтіндегі сөз түрлеріне, сөз таптарына талдап, тілдік тәсілдерін қарастырамыз. Талдаудың синтаксистік деңгейі сөйлемді түрлеріне, сөз тіркестеріне, сөйлем мүшелеріне жалпылай талдау жасауды қажет етеді. Мәтін деңгейінде мәтін құрылымы жан-жақты талданады. Яғни мәтін қай жақта жазылғаны анықталып, мәтіннен дәлелдер келтіріледі. Абзац құрылымдағы логикалық байланыстың болу-болмауы да зерттеледі. Мәтін талдауының соңында автордың көзқарасы, мәтіннің қорытынды түйіні анықталуы керек. Тәжірибеден алынған 7-ші сынып білім алушының жұмысына назар аударыңыздар. 2 топқа бөлінген қатысушыларға 2 түрлі мәтін таратылады. Топ мүшелері таратылған мәтінді 7 деңгей бойынша талдаулары қажет. Бірінші тапсырма дескрипторы мәтіннің формасын, жанрын, мақсатын, аудиториясын, түрін, стилін, жанрын, тілін талдайды. Әр дұрыс орындалған қадамға 1 балдан беріледі. Екінші тапсырма талдаған мәтіндермен алмаса отырып, 2 мәтіннің ұқсастықтары мен айырмашылығын анықтаңыз. Екінші тапсырма дескрипторы 2 мәтінді салыстыра отырып талдайды, 2 мәтін ұқсастығын табады, айырмашылығын анықтайды. Әр қадамға 2 балдан беріледі. Сабақ барысында таратылған бағалау парақшасымен қатысушылар өздерін бағалайды. QR-код немесе алдын ала жіберілген сілтемемен кері байланыс алынады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.